Балалар, бүгін сабағым сәулет өнері керемет күмбез дейді. Нақты ақпараттарды табасын және сабақты сызбаға түсіресің дейді. Нақты ақпаратты табасын және сызбаға түсіресің дейді. Сөз жұмбақты шеш. Ол үшін берген мақал мәтелдер көп, нүктенің орнына қажетті сөздерді қой дейді. Бұл жерде күн ортақ, ай ортақ, жақсы ортақ болады екен. Күн дегенді қоясыздар міне біріншісіне. Жақсылардың үлгісі жанып тұрған шамдай. Жақсылардың үлгісі жанып тұрған шамдай дейді. Бұл жерге үлгісі деген сөзді қоясыздар мына жерге. Екіншісіне. Үшіншісіне ырыс алды, ынтымақ. Ынтымақ деген сөз тұр. Жақсылардың мініға ырыс алды, ынтымақ. Ынтымақ деген үшіншісіне қоясыздар міне ынтымақ деп. Әдепті бала, арлы бала. Бұл жерге бала деген сөз қоямыз. Мына жерге бала деп тұр. Төртіншісіне бала дейміз. Еншектің ертеңі бітпес дейді. Ертеңі деген сөз қоясыздар. 100 теңген болғанша 100 досың болсын. Бұл жерге 100 деген сөз қоясыздар. Міне өйстіп жазады екенсіздер. Енді ары қарай бізде мәтінді түсініп оқу дейді. Керемет күмбез дейді. Жас Ахметтің зеректігі мен алғырлығына қызыққан бір ғалым оны Иранға алып кетіп оқытқан деген сөз бар. Шығыстың діни орталықтары мен ірі қалаларын тұрмысы мен кәсіп тіршілігін көзбен көрген жас жігіт өзінің білім мен түсінік танымын кеңейтеді. Өмірге деген өз көзқарасын қалыптастырады. 17 жасқа толған соң ақын туған жері Түркістанға оралып, сол кезде аты ғана бар Яссы деген жерге қоныс тебеді. Содан сол жерге жұрт біртіндеп жиналып қалаға айналады. Кейін ғасырларда Яссауидің аты жайылған соң бұл мекен дін және мәдениет орталығы ретінде танылды. Қожа Ахмет Яссауи қайтыс болғаннан кейін әйгілі ақын Ақсақ Темір оның басына Орта Азияда теңдесі жоқ керемет күмбез салдырады. Ғимараттың биіктігі 37 метрден асады. Бұл кесені әлі күнге дейін аспанмен таласып, сән сәулетін бұзбай асқақ тұр. Керемет күмбез қазір әлемдік мәдениет мұралар қатарына енген дейді. Қараңыздар. Қожа Ахмет Яссауи кітабынан алынған екен. Мәдениет. Енді үшінші жаттығу бұл жерде мәтіннен қандай ақпарат алдың? Сызбаға түсір дейді. Туған жер Түркістан қаласы екен, оқыған жер Иран. Яссауи деген аталу себебі Яссы деген жерде тұрған екен. Бірінші бізде Яссы деген жерде тұрып, ол жер кішігірім ауыл болған екен. Содан кейін ол жерге адамның бәрі жиналып, Қожа Ахмет Яссауи келгеннен кейін ол жер қала болған екен. Күмбез туралы мәлімет дейді. Күмбез туралы мәлімет алатын болсақ, ғимараттың биіктігі 37 метрден асады. Бұл кесенеде әлі күнге аспанмен таласып, сән сәулетін бұзбай асқақ тұр. Керемет күмбез қазір әлемдік мәдениет мұралар қатарына енген екен. Күмбездің биіктігі 37 метр екен. Кесен туралы сенің ойың деді. Кесен туралы менің ойым, кесене қарап тұрсаңыздар, кесененің биіктігі 37 метр екен. Ол кесенені бұрынғы сәулетшілер қызыл кірпіштен әдемілеп салған сияқты. Өйткені қарап тұрсақ, ешқандай бұзылмаған, еш жеті кетпеген екен. Әлі күнге дейін әдемі сақталған екен. Қышпен ойып салған бұрындары ол кезде өздерінің қажетті материалдармен істеген екен. Солардың беріктігінен әлі күнге дейін бұл Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бұзылмай тұр екен. Қазақстан Қожа Ахмет Яссауи туралы аңызды тыңда дейді. Балалар, оны сіздер керекті жерлеріңізден, ғаламтордан тыңдасаңыздар болады. Қожа Ахмет Яссауи туралы аңыздар көп екен. Қазақстанда тағы қандай сәулетті ғимараттар бар? Ой бөліседі. Қарасаңыздар, бізде Арыстан баб кесенесі бар екен. Домалақ ана кесенесі бар екен. Бәйтерек бар, Астанада. Әзірет Сұлтан мешіті бар екен. Айша-бибі кесенесі бар екен. Міне осындай және тағы басқа бізде сәулет өнерлері көп екен. Сәулет өнер хан шатыры бар бізде Астанада.
балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар. Каналымды тіркелуді ұмытпаңыздар.